Бүгінгі видеода тарихтағы ең ерекше 12 тапанша туралы айтатын боламыз. Олардың әрқайсысы өзінің бірегей дизайнымен, механикалық ерекшеліктерімен және әскери өнердегі маңызды рөлімен тарих беттерінде қалды. Volcanic тапаншасы. Бұл Смит пен Вессон кәдімгі заманауи патронды ойлап таппай тұрып жасаған тапанша. 1854 жылы америкалық қару жасаушылар Хорас Смит пен Дэниел Вессон бүгінде есімдері миллиондаған тапаншаға жазылған атақты инженерлер. Оңғысының астында түтікші оқ-жатар орналасқан ең тіректі тапаншаға патент алды. Көпшілік тапанша бір-ақ рет атып, кейін ұзақ уақыт қайта оқталатын дәуірде бұл нағыз жаңалық еді. Дәл осы механизм 6 жылдан кейін әйгілі Винчестердің ізашары болған Генри винтовкасының негізіне айналды. Бірақ бұл қару гильзасыз оқпен атты. Дәрі оқтың өз ішінде орналасқан болатын, яғни оқтың өзі патрон қызметін атқарды. Нәтижесі көңіл көншітпеді. Оның оқтың бастапқы энергиясы небәрі 76 джоуль болды, ал қазіргі тапанша патрондарының энергиясы 500 джоульден жоғары. Оқ бірнеше метр жерден тақтайды әрең тесетін, бұған қоса үнемі отсечка беретін. Газ сыртқа шығып кететін және қаруды оқтау үшін екі қол қажет болатын. 1856 жылы компания банкротқа ұшырады. Смит пен Вессон кейін кәдімгі револьверлер шығаруға көшті. Ал инженер Бенджамин Генри осы механизмді жетілдіріп, барлық кемшіліктерді түзетті де 1860 жылы өз атымен аталған винтовканы жасады. Ал 6 жылдан кейін ол әйгілі Винчестерге айналған болатын. Апаш револьвері. 19 ғасырдың соңында француз көше қарақшысының қалтасында кастет, пышақ және револьвер алып жүретін, бірақ олардың бәрі бір ғана зат болатын. 1869 жылы бельгиялық қару жасаушы Луи Дольне осындай біріктірілген қаруға патент алды. Бұл оңысы жоқ 6 оқтық револьвер, 200 жиналмалы пышақ және 10 кастеттен тұратын ықшам қару еді. Барлығы ер адамның алақандай ғана жиналмалы корпуста орналасқан. Қатыгездігімен аты шыққан Париж көше вандалары оны өздерінің басты қаруына айналдырды. Бірақ конструкциясы өте сәтсіз болды. Оңғы мүлде болмағандықтан рану камерасының қызметін барабанның өзі атқарды. Көздеуіште болған жоқ. Тиімді ату қашықтығы бірнеше қадамнан аспады. Қалыпты шүріппеді болмағандықтан қаруды бос камерамен алып жүруге тура келетін. Әйтпесе иесі қалтасында жүрген күйі өз аяғына атып алуы мүмкін еді. Барлығы шамамен 7000 дана ғана шығарылды. Қару бірден 3 қызмет атқаруға тиіс болды. Бірақ олардың ешқайсысын толық орындай алмады. Чикаго Протектор. 1882 жылы француз өнертапқышы Жак Турго ерекше тапанша ойлап тапты. Одан ату үшін шүріппені баспайтын, тек жұдырықты түйу жеткілікті болатын. Қалталық сағат көлеміндей дөңгелек корпус алақанға қыстырылатын, ал оңғы, сұқ және ортаңғы саусақтың арасынан шығып тұратын. Атылуы жұдырықты қысу арқылы іске асатын. Бұл 7 оқтық 8 мм калибрлі қару еді. 1892 жылы америкалық Питер Финниган Чикаго қару компаниясын құрып, 1893 жылы дүниежүзілік көрмеге арнап 15 000 дана тапсырыс береді. Алайда өндіруші небәрі 12800 дана ғана жасап үлгерді. Оның өзі бірнеше жылға созылған сот дауларынан кейін аяқталды. Бұл қаруды қалта сағаты сияқты шынжырлап қағып жүретін. Конструкциясына байланысты дәл көздеу мүмкін емес еді. Тиімді қашықтығы бірнеше қадам ғана болды. Бірақ қалтада немесе жұдырықтың ішінде ол мүлде байқалмайтын. Оның басты артықшылығы да осы еді. Пакл қаруы. Бұл қол тапаншасы емес, штативке орнатылатын үлкен револьверлі зеңбірек болатын. Соған қарамастан ол туралы да айтып өтуді жөн көрдік. 1718 жылы Лондон заңгері Джеймс Пакл айналмалы барабаны бар жылдам атылатын қаруға патент алды. Бұл тарихтағы алғашқы пулеметтердің ізашарларының бірі саналады. Қару минутына 9 рет аталатын, ал сол кездегі мушкетпен қаруланған сарбаз небәрі 3 рет оқ атылатын. Қарудың екі түрлі барабаны болды. Бірі христиан қарсыластарына арналған дөңгелек оқтармен атса, екіншісі арнайы Осман түріктеріне қарсы қолданылатын 4 бұрышты оқтармен ататын. Патент мәтінде 4 бұрышты оқтар ауыр жарақат салып, түріктерді христиан өркениетінің артықшылығына көз жеткізеді деп жазылған. 1722 жылы сынақта қару нөсер жаңбыр астында 7 минут ішінде 63 рет оқ атты. Соған қарамастан әскер оны сатып алудан бас тартты. Себебі шақпақты құлпы жиі істен шығатын, ал инвесторларда табылмады. Сол кездегі бір сатиралық мақалада Паклдың қаруы жаралаған жалғыз адамдар оған ақша салған инвесторлар деп жазылған. Бүгінгі күнге дейін бұл қарудың екі ғана түп нұсқасы сақталған. Лефоше қаруы.
1835 жылы француз қару жасаушысы Казимир Лефоше алғашқы шын мәнінде практикалық унитарлы патронды ойлап тапты. Гильза, оқтары және капсул барлығы бір корпуста орналасты. Қазіргі патрондардың негізі дәл осы қағидаға сүйенеді. Жез гильзаның сыртынан кішкентай металл штифт шығып тұратын. Шүріппе соққы бергенде сол штифт ішкі капсулды тұтататын. Бұл өз дәуірі үшін үлкен жаңалық еді. Бұрынғыдай оқтарыны бөлек салып, капсулды жеке орнатудың қажеті болмады. 1850 жылдары мұндай шпилькалы патронды Франция, Ресей, Италия, Испания және басқа да елдер қабылдады. 1858 жылы Франция әскери теңіз күштері осы патронға арналған әлемдегі алғашқы әскери револьверді қарулануға енгізді. Бірақ бір кемшілігі болды. Металл штифт үнемі сыртқа шығып тұратындықтан патрондарды қалтада немесе үйіп сақтау қауіпті еді. Кез келген соққы кездейсоқ атылуға әкелуі мүмкін болатын. Сондықтан 1870 жылдарға қарай шпилькалы патронды орталық капсулы бар қауіпсіз патрон толықтай алмастырды. Лемат револьвері. 1856 жылы француз дәрігері Жан-Александр Лемат жаңа Орлеонда 9 оқтық барабаны және оның астында картечь жататын қосымша тегіс оңғылы оқпаны бар ерекше револьверге патент алды. Яғни бұл қару бір мезетте әрі револьвер, әрі қысқа аңшылық мылтық қызметін атқарды. Ату режимі шүріппедегі шағын тетікті ауыстыру арқылы өзгертілетін. ақш-тағы азамат соғыс кезінде конфедерация әскері осындай қарудан шамамен 2900 дана сатып алды. Оның бағасы $35 болып, сол кездегі кәдімгі Колт револьверінен 2 есеге жуық қымбат еді. Қару Париж бен Лежде шығарылып, теңіз арқылы жеткізілді. Бірақ жеткізілген партияның едәуір бөлігі қарсы жақтың теңіз блокадасында қолға түсіп қалды. Жеткендерінің өзі стандартқа сай емес калибрмен жасалғандықтан иелері оқтарын өздері құюға мәжбүр болды. Жас офицерлердің бірі бұл қаруды атқанда қолында жұлып кете жаздайтын сұмдық қару деп сипаттаған. Джайроджет қаруы. 1960 жылы америкалық инженерлер Роберт Минхарт пен Арт Билл кәдімгі оғы мен шағын қатты отынды зымырандармен ататын ерекше тапанша жасады. Зымыран ұңғыдан шыққаннан кейін ғана жылдамдайтындықтан тапаншада кері тебілу өте аз болды. Оның салмағы жарты килограммнан да төмен еді. Шамамен 9 метр қашықтықта зымыранның жылдамдығы 380 метр секундқа жететін. Бұл кәдімгі тапанша оғына әлдеқайда қуатты көрсеткіш болатын. Бірақ бір үлкен мәселе болды. Ұңғыдан жаңа шыққан сәтте оның жылдамдығы небәрі 300 метр секунд шамасында еді. Бұл лақтырылған теннис добының жылдамдығына жуық. Сондықтан жақын жердегі атылған зымыран кейде тіпті теріне де тесіп өте алмайтын. ақш армиясы бұл қарудан бас тартты. Оның үстіне 1960 жылдардағы бағамен бір ғана зымыран патрон $3 тұрған. Өндірісі 1970 жылдардың ортасында тоқтатылды. Қазір қаруға арналған бір ғана патрон коллекционер арасында $100,000 бағаланады. Қазіргі таңда қаруға арналған бір ғана патронның бағасы $800 асады. Себебі оларды қазір ешкім өндірмейді. Zippo 22. 20 ғасырдың 70-80 жылдары америкалық Precision Arms International компаниясы кәдімгі Zippo шақпағының корпусына жасырылған 5,6 мм калибрлі бір оқтық тапаншаны шығарды. Сыртынан қарағанда бұл қарапайым шақпақ сияқты көрінеді, бірақ ішінде бекітпе, соққыш және бір патрон орналасқан. ақш заңына сәйкес жасырын қаруды тіркетіп $5 көлемінде арнайы салық төлеу жеткілікті болатын. Осылайша бұл тапанша толықтай заңды түрде өндіріліп сатылды. Әрине оның жауынгерлік құндылығы аса жоғары болмады. Бар болғаны бір рет атады, қуаты әлсіз еді және әр атқан сайын қолмен қайта оқтау қажет болатын. Соған қарамастан оны кез келген адам сатып ала алатын. Қазір мұндай тапаншалар аукционда $3-4 мың дейін сатылады. Fox пистоле қаруы. 1945 жылдың 4 қаңтарында Walter компаниясы айына 20 мың халық тапаншасын шығару туралы әскери тапсырыс алды. Конструкция әдейі барынша қарапайым жасалды. Корпустың көп бөлігі штампталған жұқа металл табақтардан құрастырылып, болттар мен тойтарма арқылы бекітілді. Тіпті консерва банкасына ұқсайтын. Ұңғы небәрі бір ғана цилиндрлі іштетікпен бекітілді. Мұқият механикалық өңдеуден тек ұңғы, соққыш және бірнеше серіппе ғана өтті. Алайда 1945 жылдың 4 сәуірінде өндіріс орналасқан аймақты америкалық әскер басып алды. Сондықтан бұл тапанша ешқашан жаппай өндіріске шыққан жоқ. Бүгінгі күнге дейін сериялық нөмірі 6 және 12 болатын небәрі 2 Fox пистоле сақталған. Liberator қаруы. 1942 жылдың жазында General Motors компаниясының Куиде Ламп бөлімшесі
бар болғаны 11 аптада 1 миллион бір оқтық тапанша жасап шығарды. Әрқайсысы мемлекетке $2.10 түсті. Бұл қарулар Еуропа мен Қытайдағы басып алынған аумақтарға ұшақпен тастау үшін жасалған болатын. Жоспар өте қарапайым еді. Қарсылық қозғалысының мүшесі жау әскеріне білдірмей жақындап, жақын қашықтан атады да, кейін оның қаруын тартып алуы тиіс болды. Жинаққа 10 патрон, бос гильзаны шығаруға арналған ағаш таяқша және сөзсіз тек суреттерден тұратын комикс түріндегі нұсқаулық енгізілді. Оны қай тілде сөйлейтініне қарамастан кез келген адам түсіне алатын. Тиімді ату қашықтығы 7 метр ғана болды, ал 20 метрден кейін оқ тұрақтылығын жоғалтып аунап ұша бастайтын. Сондықтан майдандағы қолбасшылар бұл қаруды жаппай таратудан бас тартты. Француз қарсылық қозғалысына шамамен 25.000 дана ғана жеткізілді. Қалғандары көпшілігі соғыстан кейін мұхитқа тасталды немесе қайта балқытып жіберілді. Қазір қорабымен сақталған түп нұсқа Liberator тапаншасының бағасы $3.500 жоғары. Коп 357 қаруы. 1980 жылы америкалық конструктор Роберт Хильберг 357 Magnum патронына арналған 4 ұңғылы тот баспайтын болаттан жасалған ерекше тапанша ойлап шығарды. Коп атауы ықшам қызметтен тыс полиция қаруы деген мағынаны білдіреді. Идеясы қарапайым болды. Шағын көлемге барынша қуатты қару сыйғызу. 4 ұңғы қатар орналасқан, ал айналмалы соққыш патрондарды кезекпен атады. Бірақ бір үлкен мәселе болды. Ұзындығы небәрі 14 см болғанымен салмағы 800 граммға жуық еді. Бұл көптеген толық өлшемді қызметтік тапаншалардан да ауыр болатын. Көздеуіштері іс жүзінде пайдасыз еді. Шүріппесі өте қатты басылатын, ал кері тегу өте күшті болды. Бұл модель 1979 жылдан 1989 жылға дейін өндірілді. Коммерциялық тұрғыдан толық сәтсіздікке ұшырамауының бір себебі 1982 жылы шыққан Блади Руне пышақ жүзімен жүгіруші ғылыми фантастикалық фильмінде көрінуі. Осы фильмнің арқасында ол сатылымнан алынбай тұрып ақ кино әлемінде культтық қаруға айналды. Камп пистоля қаруы. Неміс инженерлері қарапайым сигналдық тапаншаны жауынгерлік қаруға айналдыруды ұсынды. Нәтижесінде тапанша көлеміндегі шағын граната атқыш пайда болды. Люх пистоля атты сигнал тапанша 1928 жылдан бастап Германия армиясының стандартты қаруы болды. Ол 26,5 мм жарық беретін ракеталармен ататын. Ұңғысы тегіс, бір оқтық, аңшылық мылтық сияқты сынып ашылатын. 1941 жылы Уальтер компаниясы оның ұңғысына ойықтар жасап, жаңа камп пистоля моделін шығарды. Сырт көзге ол сигналдық нұсқадан тек ұңғысындағы Z әріпімен ғана ерекшеленеді. Оған арнайы көптеген оқтары жасалды. Жарықшақты гранаталар, тұсандырғыш снарядтар және Фандер Ворф Корпер 42 кумулятивті танкіге қарсы гранатасы. Бұл граната 69 метрге дейінгі қашықтықтан 80 мм бронды тесіп өте алатын. Кейін оған жиналмалы дүм мен көздеуіш орнатылып, жаңа Storm пистоля шабуыл тапаншасы дүниеге келді. Осылайша неміс жаяу әскері бір ғана қынапта сигналдық ракетаны да, жарықшақты гранатаны да, танкіге қарсы снарядты да алып жүрді. Қандай оқтары салынса, қаруды сол мақсатқа пайдаланды. Көргендеріңізге көп рахмет. Егер бейне ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.